Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, бір жесеңіздер ауыздарыңыздан дәмі кетпейтін фунчоза салатының рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен фунчозамыздың үстінен ыстық қайнап тұрған суымызды құйып, бетін жауып 10-15 минутқа піскенше қойып қоямыз. Егер де жіңішке фунчоза болса 10-15 минут жеткілікті, ал егер жуан фунчоза болса қайнаған суда одан да ұзағырақ ұстайсыздар. Ендігі кезекте ыдысымызға сұйық майды құямыз және де етімізді салып қуырамыз. Етіміз сәл қуырылғаннан кейін үстінен тұз, паприка және де үккіштен өткізілген бір чесногымызды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Мінекей біздің етіміз пісті, енді отымыздың астын өшіреміз. Фунчозамыз да пісіп дайын тұр. Енді осы фунчозамыздың суын сүзіп алып, сап-салқын суға бір жуып аламыз. Себебі ыстық күйінше тұра берсе, фунчозамыз одан әрі пісе береді. Содан кейін фунчозамыздың үстінен турап дайындап қойған помидор, қияр, болгарский перец және де жартылай ащы бұрышымызды саламыз. Содан кейін заправкасын дайындаймыз. Турап алған көк жуамыздың үстінен 3 тісші чеснок және де дәмдеуіштермен соя соусын және де уксусымызды қосамыз. Содан кейін сұйық майымызды иісі шыққанша отта ұстап қыздырып аламыз. Дайындап қойған дәмдеуіштеріміздің үстінен құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін фунчозамыздың үстінен етімізді түбіндегі майымен бірге барлығын саламыз және де заправкамызды құйып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Базардағы фунчоза салатынан 1000 есе артық болып, расында да өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.